Облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы аймақта барлығы 53 нысан иелеріне әдістемелік көмек көрсетілгенін мәлімдеген еді. Осы орайда тұтынушылардың құқығын қорғау мақсатында қаладағы бірнеше орындарды тексердік. Халықтың құқығы қаншалықты сақталуда, жұмысшылар қандай талаптарды орындауы тиіс? Әріптесім Назерке Аяздың материалында. Алдымен халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірі нотариусқа бардық. Жалпы аймақта 182 нотариус бар. Қарапайым халық құжаттарды рәсімдеу мақсатында сұрақтар қойса, қызметкерлер қазақ тілінде жауап беріп, қызмет көрсете ала ма? Кез келген азамат не болмаса заңды тұлға келіп, мемлекеттік тілде қызмет алам деген жағдайға бізге ешқандай кедергі жоқ. Орыс тілінде істейміз ба, мемлекеттік тілде істейміз, оған ешқандай кедергі жоқ. ЕНИС деген базамызда екі тілде де барлық жағдай жасалған. Және одан басқа біздің нотариаттық палатаның мүшелерінің арасынан бізде осындай бір жұмыс тобы құрылған етін, осы қазақ тіліне аударып, жасап, істейтін іс-әрекеттеріміздің үлгілерін дайындаған етіміз. Оның бәрі ашық нотариустердің несінде бар, бәрі көріп, ашып көре алады. Жауаптылардың айтуынша қағаздарды қазақша толтыруға мүмкіндік жасалған. Мұнан соң халық көп шоғырланған сауда нүктелерін де араладық. Бақылау касса машиналарының жұмысын тексердік. Халықтың сұранысына сәйкес үлкен сауда орындарындағы электрондық таразылардың мемлекеттік тілде, қазақ тілінде қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бүгінгі таңда зерделеу жұмыстарын жүргізуде. Жалпы халықтың сұранысын қанағаттандыру мақсатында ірі сауда орындарының басшылығымен, әкімшілігімен келісе отырып, алдағы уақытта жаңа жылдан бастап осындай электрондық таразылардың, кассалық аппараттардың мемлекеттік тілде қызмет көрсету мүмкіндігін іске қосу жұмысы жалғасын табады. Егердем бар екенмін, мына жерде егердем тауар қазақ тілінде болатын болса, онда қазақ тіліндегі атау енгізілгенде, орысша болса орысша атаулары енгізілген. Жалпы біз түсіндіру жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Осы уақытқа дейін кассалық аппараттардың мүмкіндігі бар, қазақ тіліндегі тетігін бассаңыздар, осындағы ақпараттардың бар қазақ тілінде енгізілетін мүмкіндік бар. Сондықтан алдағы уақытта өздеріңіздің әкімшілік тарапына ескерту жасап, сіздердегі де кассалық аппараттарыңыздың қазақ тіліндегі нұсқасын таңдауларыңыз керек. Назерке Аяз, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.